Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге осындай қаймағы айырылған, яғни көк сүттен осындай өте дәмді ұнтақталған сүзбе, яғни творог жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Міне осындай ұнтақталып, сондай керемет сүзбе шығады. Достар, сүзбені мен үйдің таза сүтінен, қаймақ айырылған, яғни сепаратордан өткізілген сүттен жасайтын боламын. Менде шамамен бұнда 10 литрдей сүт бар. Достар, бұл сүтті жылы жерге қоямыз. Қазір көктем мезгілі болғандықтан үйге пештің қасына қоятын боламын. Міне осылай ұюы керек. Менде шамамен 24 сағаттай уақыт өтті. Егер жаз мезгілінде ұйытатын болсаңыз, өте тез ұйыды. Мен ештеме арасына қосқан жоқпын, өзі ұйыды. Егер де тез ұйығанын қаласаңыз, азғантай ғана айран қосып жіберсеңіз болады. Міне осылай ожаудың көмегімен осылай бөлшектеп шығамыз ұйыған сүтімізді, және де газдың астын өте баяу отқа қоямыз. Шамамен 10-15 минуттай тұрады, және осы 15 минут өткеннен кейін ожаудың көмегімен осылай араластырып жібереміз. Және де жай отта тұра береді. Шамамен 40 минуттай немесе 1 сағаттай осылай араластыра отырып, сүзбесін бөліп алатын боламыз көк судан. Газдың қасынан кетпегеніміз жөн. Басқа шаруаларымызды жасап жүріп, осылай арасында 10-15 минуттың ішінде қарап кетіп, араластырып тұруымыз керек болады. Біздің сүтіміз жылыған сайын осылай көк суы көбірек бөліне бастайды, және біздің сүзбеміз жинақтала бастайды. Егер де газдың астын қаттыға қоятын болсаңыз, онда біздің сүтіміздің ішіндегі сүзбеміз жылдам пісіп кетуі мүмкін. Сосын біздің жаңағы творогымыз, сүзбеміз ұнтақталып шықпайтын болады. Сондықтан да асықпай, осылай жай отта араластырып қойып жүріп жасасаңыз, өте керемет сүзбе шығады. Достар, және де ыдысымызға мән бергеніміз жөн. Біздің ыдысымыз сырланған ыдыс болғаны жақсы, және де осындай қазір ішіндегі көк суын бөліп атқанда құюға ыңғайлы болған ыдыс жақсы. Міне достар, осылай араларына 10-15 минуттай сала отырып, осылай ожаудың көмегімен араластырып қойып отырамыз, және де біздер осылай сүзбесін сүзіп қарағанда, біздің сүзбеміз жинақталып, және көк суы жылдамырақ жаңағыдай ағып кететін болады, және де ішінде үлкендеу жаңағы түйшіктері болатын болса, оны жаңағы ожаудың көмегімен жайлап езіп жіберуге тырысыңыз. Ожаудың көмегімен стенкілеріне осылай видеода көрсетілгендей етіп сүзбелерді бақтауға тырысыңыз. Міне осылай біз араластырмаған кезде бетіне осылай көк суы жиналып, түбіне қарай творогтары түбіне қарай тұнатын болады. Осылай үлкен жаңағы творогтарын қайта-қайта араластырып уақтауға тырысамыз, және өзін араластырғаннан кейін осылай ожаудың көмегімен қарасаңыз, сүзбеміз кішкентай болып, яғни уақталып келатқаны және жинақталып келатқаны көрінеді. Біздің сүзбеміздің дайын болғаны ожаудың көмегімен осылай қарағанда жылдам көк суы ағып кететінен және майдаланып түйшіктелгенінен білеміз. Міне біздің сүзбеміз дайын. Енді біз бұны сүзіп алуымыз керек болады. Отымызды сөндіріп 15 минуттай қоя тұрамыз. Осылай ыдысымызды қойып, астына үстіне осындай тығыз, менде мынандай мата бар. Осындай матамен сүзетін боламын. Егер сізде мәрілі болатын болса, оны мәріліні 2-3 қайтара қалыңдатып жаюыңыз керек болады. Осылай екі жағынан мықтап тұрып байлап, үстіне
құятын боламыз. Алдымен осылай тұндырып аламыз және де бетіне шыққан көк суын бөлек құйып алатын боламыз ыдысымызға. Содан кейін түбінде тұрған сүзбесін жаңағы матамыздың үстіне құятын боламыз. Сүзбені алудың көптеген түрлі әдістері бар, бірақ осы әдіс ең қарапайым және оңай. Осы әдіспен жасалған сүзбе өте қатты ұнады. Осылай матамызға құйып аламыз. Және де көк суы ағып бастағанда біздер екі жағына жаңа матамызды шешіп, мықтап қысып, жинақтайтын боламыз матамызды. Және де буып, бетіне ауыр нәрсе қоюымыз керек болады. Жаңа ішіндегі көк суының бәрі ағып кетуі керек. Сүзбеміздің суы әбден айырылғаннан кейін осындай керемет сүзбе шығады, ұнтақталған және түйіршіктелген. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген түрлі тағамдардың рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Астарыңыз дәмді болсын.